Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман? Бүгін сіздермен латынша оқы, латынша жаз, бейне дәрістер циклын жалғастырамыз. Сіздермен бірге Анар Фазылжан. Дәрісіміздің тақырыбы ұлттық сана, ұлттық жазу және жаңа әліпби деп аталады. Бүгінгі дәрісте біз ұлттық сана мен ұлттық жазудың және әліпбидің арасындағы қатынасты түсінуге тырысамыз. Егер осы мәселені егжей-тегжейлі терең түсінетін болсаңыздар, қазіргі елімізде жүріп жатқан латын графикасы негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру тілтанымдық реформасының мәнін, мазмұнын, оның болашақ үшін пайдасын да білесіздер деген сенімдеміз. Енді ұлттық сана туралы сөйлесейік. Қоғам болып өмір сүру, қоғамдасып өмір сүрудің ең мықты формасы ол ұлт. Одан басқа адамзат баласы бірлесіп өмір сүрудің мықты формасын әлі ойлап таба қойған жоқ. Сондықтан да қазақ болып қаламыз десек, ұлт болып сақталамыз десек, біздің ұлттық бірегейлігіміз мықты болу керек. Ұлттық бірегейлік деген құбылысты ғалымдар о баста психологиялық құбылыс ретінде таныған. Яғни, қандай да бір мәдени тілдік ұжымдастықтың өкілі өзін бір ұлтқа телейді. Бұл психологиялық процесс баланың санасында алғашқы оның 10 жылдығында қалыптасады. Яғни, ғалымдар балада ұлттық бірегейлік 9-12 жас аралығында қалыптасады дегенді анық көрсеткен. Оның дәлелі ретінде бұны тек қана Европа ғалымдары емес, Азия ғалымдары емес, сонымен бірге орыстың да ғалымдары, тағы да басқа бірнеше елден шыққан ғалымдар осы деректі ортақ келтіргенін осының дәлелі бола алады. Яғни, балада 9-12 жас аралығында ғана өзінің қай ұлтқа қатысты екені туралы түсінік қалыптасады. Міне, бұл ұлттық бірегейліктің көрінісі. Ұлттық бірегейлікті құрайтын үш негізгі компонент бар. Ол мәдени бірегейлік, яғни қандай да бір мәдени стереотиптерді білу. Мысалы, қазақ ұлтының мәдени бірегейлендірушілеріне төр концептісі жатады. Біздің қазақтың кез келген баласы төрдің не екенін, ақсақалдың кім екенін, амандасудың түрлерін осыны біледі. Міне бұл мәдени концептілердің көрінісі. Енді ұлт болу үшін екінші генетикалық фактор керек. Яғни ата-бабамыз қазақ ұлтының өкілі болу керек. Үшінші және маңызды ең әмбебап фактор ол тіл факторы. Мәселен, алдағы екеуі болмай, қазақ тілін жақсы біліп, қазақ тіліндегі бүкіл концептілерді түсінген басқа ұлттың өкілін кейде өзін қазақ ұлтымен бірегейлендіріп жатады. Оның мысалы ретінде Герольд Бельгердің тұлғасын келтіруге болады, тағы да басқа азаматтардың тұлғасын келтіруге болады. Енді осы біз айтып тұрған ұлттық бірегейлік, ұлттық жазудың негізінде мықты қалыптасады екен. Ұлттық жазуы болмаған ұлттың ұлттық бірегейлігі де әлсіз болады екен. Ал біздің жазу бүгінгі күнге дейін өзінің ұлттық белгілерін мықты сақтап келді. Дегенмен де кирилл графикасында біз шет тілінен енген сөздерді жазуда, жазу коммуникациясында игере алмау себепті біз жаңа әліпбиге көшіп отырмыз. Сөйтіп, жаңа әліпбиге көшу мен ұлттық сана, ұлттық бірегейлік арасында осындай тікелей байланыс бар екенін түсінгеніміз абзал. Демек, жаңа әліпбиге көшу кезінде туындайтын қиыншылықтардың барлығы да ұлт болашағын тұрғысынан ойлағанда түкке тұрғысыз болып қалады. Ұлттың болашағы жаңа әліпбимен зор болатынына кәміл сенімдіміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі дәрісте кездескенше сау саламат болыңыздар.